Сәлем оқырман. Бұйыртса үйлену той болатын Сержан мен Арайдың ара қатынасында не болып жатыр екен? Басты жаңалық бүгін Сержан жекпе-жекке шықты, бірақ жеңісті ала алмады. Өзбекстан елінің азамат Адилхон Камолов жеңіп шықты. Қолдауға әлбетте Арай мен ержігіт келді, және де жекпе-жекке қатысып жүрген Серік пен Ақтөреде болды. Қатысушылардан Айбек пен Ерасыл көріп отырған. Арай барынша қолдауын енді көрсетіп жатыр. Инстаграм желісінде сурет салып, жүрегім аузыма кіріп жатыр, қазір шығады, уже, жаным, держись. Сержан достойно играл. Соққа алмай, соған шүкір деймін. Мен үшін чемпион. Әкеміз сен жеңсең де, жеңілсең де қуанады. Сенде ұлы барына шүкір. Жүрек өзі, чемпион мой. Деп қояды келіншегі. Ер жігітте жүр, жан досы болуы керек, әр қашан Сержанның қасында табылатын ол болса. Досым басы қатты болса, аяғы тәтті болады, иншаллах. Жеңілгенді жер көтереді. Аллах қаласа алар асуың алда. Бізде жеңістік тілейміз алдыда Сержанға, қанша дегенмен бірінші шығуы, келесіде жеңіс болады әлбетте. Ер жігітте жүр, жан досы болуы керек, әр қашан Сержанның қасында табылатын. Переживать етеді, октагон көріп отыр. Жеңеміз, Сержан, жеңеміз. Ал енді көрерменнің пікірін оқып көрейік. Өткенге қарамай тек болашақтарын жарқын, өмірлерін мәнді, сәнді болсын. Айналайын біреу емес, екі аманатым бар, сол жолында ашып бақытты, баянды ғұмыр кешіңдер. Сенің ақылдылығына сенемін, сол қасиетін ұнайды. Баламдай жақсы көремін. Ұстасқан қолдарын мәңгілік болсын. Екі дүние бақытың, Алла тағала нәсіп етсін. Алла сізге екі бірдей адамды аманат етіп, маңдайыңызға жазып отыр. Қиянат жасамайтыңызға сенімдіміз. Бақытты болыңыздар. Негізі екеуін ұқсайсыңдар. Бақытты болыңдар, жұптарын жазылмай бір жастықта әдемі қартайындар. Жапырақтарын кеңінен жайқалып өсе берсін. Жамандықтар қашық болсын сендерден. Сержан, сіз үшін дұғадамыз, біздің қазақтың жігіттері ең мықты. Жеңіс тілейміз.